Жұмыр жер адам баласының игілігі үшін жаратылған. Оның қай қиырында тұрсаң да өз еркің, бірақ отан деген қасиетті ұғым бар. Сондықтан елдің көркеюіне сол елде туып өскен азаматтар да өз үлесін қосу керек дейді Қособа ауылының әкімі Жұмабай Аспендиярұлы. Биыл қособалықтар үшін үлкен қуаныш. Көптен күткен мәдениет үйінің іргетасын осыдан 3 ай бұрын өңір басшысы Алтай Сейдірұлы өзі бастап қалап еді. Міне санаулы күндерден соң қособалық ағайын жарқыраған зәулім ғимаратта ән тыңдап рухани азық алады. Қособа елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша ең көп жобаларды жоспарлап, оның орындалу жағынан алда келе жатырған ауыл. Ел перзенттері алғаш болып елдің кіреберіс қақпасына жерлестері Оралбек Қожагелдиннің суретін ілінген арнайы баннердің тұрғызылуына ықпал етті. Кейін ауылдықтардың бұл ісін жеке кәсіпкер Қайролла Ихсанғалиев жалғастырған көрінеді. Ихсанғалиев Қайролла деген біздің азаматымыздар Атырау қаласында мына құрылыс саласында жұмыс істейді. Аға, осы ауылға не істеу керек, не қандай көмек керек, қандай қаражат керек деп, осы ең бірінші мына артымызда тұрған батыр аналарымыз, алтын белгі иегерлері, спорт түлектерін ала осы бастаған болатынбыз. Қайролла жаңа ініміз өзі келіп, аға, осы қандай әлде де оның ойлары бар. Болашақта жаңа Жырағадық ауылында бұрынғы болған жаңағы ағаштар отырғызып, сат отырғызғымыз келеді. Әрине, көкірегі ояу, көз ашық адамға кіндік қаны тамған жердің бір өз топырағы бір дорба алтыннан да артық болады. Ауылдан адам көшсе де, адамнан ауыл көшпейді деген өлең жолдары да осыдан шықса керек. Мына осыны істеп жатқан біздің немерелеріміз, шөберелеріміз. Біз қазір мен өзім жасым 70-дің жетеуінде. Осыған қуаныштымыз. Осындай немерелеріміз осындай істеп, осындай әрекет жасап, мына кейінгі жеткіншектерге осындай өздері оқу бітіріп кетсе де, еліме, жеріме, басқа жерде жүрсе де келіп осылай жасап жатыр бәрі. Осы болашақ осылар ғой, асыл тастан өнер жастан дейді. Осылар аман болсын. Осылар үшін біздер осылар үшін тер төктік, осылар үшін ыстыққа күйдік, суыққа тоңдық. Кеше колхоз кезінде жұмыс істеген кісілеріміз колхоздан. Осы Қособада енді ешкім кетпесе де енді кететін жайымыз жоқ. Суымыз бар, светіміз бар, газымыз бар. Нелеміз қалады? Қалаңда бұрын газбен суға бола көшетін едік тұр. Қазір өзіміздікі көркейіп кетті. Оның үстіне мінекей мәдениет үйімізде салынып жатыр. Осы бірталайдан бері әңгіме болып келатыр еді. Мектебіміз күрделі жөндеуден өтті тұрып. Осының бәрі Алланың бергені деп білеміз. Кейінгі жастарға сабақ үлгі деп түсінеміз. Отаншылдықтың негізгі темірқазығы туған жерге деген махаббаттан басталады. Кіндік қаным тамған жерді көркейту менің парызым деген ұғым әр қособалықтардың көкірегінде тұр. Біздің алдымызда мына жандарыңызда көріп тұрғандай 1975 жылы туған ағаларымыз осылай балаларға ойын алаңын салып бергеннен кейін бізде осы істеген істерін үлгі тұтып, бізде осылай перзенттік парызымызды туған жерімізге өтейік деп құрдастарымызбен жиналып, осындай балдарға, жасөспірімдерге, жаңада өсіп жатқан жеткіншектерге денсаулықтарын нығайту мақсатында осындай спорт алаңын салып берген болатынбыз. Бұнымен тоқталып қалмақпыз, әлі де ішіндейтін келесі жылы тағы да спорт агрегаттармен толтырамыз деп отыр. Елбасының мақаласында біз жаныңда жүр жақсы адам деген сөздің байыбына бара бермейміз. Шын мәнінде тәуелсіздік дәуірінде өзінің еңбегімен, білімімен, өнерімен озып шыққан қаншама замандастарымыз бар. Олардың жүріп өткен жолдары кез келген статистикадан артық көрсеткіштеді. Шын мәнінде ұлт мерейін көтерген осындай жандар барда ауылдың көркейіп еңсесі түзелері сөзсіз дейді ұстаз Меруерт Уәлиева.
жанында жүр жақсы адам дегендей біздің ауылымыздың жаңағы өскен түлектері, жаңағы түрлі қалаларда жұмыс істеп жатқан түлектері қазіргі таңда ауылымызға көптеген өздерінің үлестерін қосып жатыр. Соның ішінде биыл біздің ауылымызға, шағын ауыл болса да қаладан жырақта жатқан ауылға біздің осы 81, 86, 79 жылға түлектеріміз осындай үлкен балаларға шағын алаң салып берді. Осы алаңға біздің балаларымыз өте риза, ата-аналарымыз да риза. Балалардың қуанышына шек жоқ. Яғни қалаға барғанда да осындай алаңды көргенде біздің ауылымызда да бар екен ғой деп, сондай үлкен мақтанышта жүреді балаларымыз. Осы жерге келіп, өздерінің бос уақытын, жаңағы тиімді атқарып отырады балалар өздерінің бос уақыттарын. Жаңағы дене шынықтыру, салауатты өмір салтын қалыптастыру бағытында турниктерге тартылып жатыр балалар. Түрлі ойындармен ойнап, осы жерде уақыттарын өткізіп жатады балалар. Елдің ісі ер азаматтың мойнында демекші, туған өлкені түлетуге атсалысып келе жатырған қос обалық азаматтардың атқарар шаруасы әлі де алда көрінеді. Мың 1975 жылы туған, 1992 жылы мектеп бітірген түлекте ең бірінші болып осы балалар ойын алаң салып берді. Өздері бүкіл материалдарын алып келді, өз қолдарымен жасады, өздері тұрғызы ашылу салтанатын өткіз. Сол балалар күніне қара ойластырған шараның ең бастауы сол болған болатын. Енді сол көрген ағаларынан жалғастырып, мынау енді ауылымыздың азаматшасы Гүлім Темірбек қыз деген қарындасымыз мынау шиыршық тастасына кереметіне әдемі фонарь жарықтар қондырып берді. Сонымен қатар енді мынау ағамызға ұрпақтары өзінің бейне күйде тұғырын қондырды. Сонымен қатар осы келіп осыра көгалдар ағаштар гүлдер егіп берген болатын. Биылғы жылы біздің енді 2008 жылғы мектеп түлектеріміз енді қазір жастарда спортқа баулы болса, соның ішінде көше спортына мына стрейт оркаут деген осындай өздерінің ой тастап аға осылай салып берейік деген бағытта келіп, осы ораза айт кезінде сол істерін игіге асырып, сол күні кешіне осы ауылдың тұмар тойханасына үлкен ақсақалдарға, ораза тұтқан жаңа азаматтарға ауызашар берді. Бір әңгіме қозғашы ауыл жайлы, бұдан артық рахат табылмайды деп басталатын ақиық ақын Мұқағалидың өлең жолдары бар. Өлең арқылы ауылдың қоңыр тірлігі еске түседі. Нарық қыспағына ұшырап, бір кездері қаңырап қалған ауылдың бүгінде тамырына қан жүгіре бастады. Әрине, алыстағы ауылына қамқорлық жасап, елдің еңсесін көтеруге қол ұшын беріп жүрген азаматтарға халықтың айтар алғысы шексіз.